Кайф демалыс болып отыр. Бассейннің дәл ортасында. Керемет вайппен. Что там? Сабақ бар. Сабақтарың қалай болды? Роднойлар ұрысып жатыр. Демалсайшы деп. Жоқ, в принципе. Жаңа 4-5 күн осы жақта боламыз ғой. Демалып, жоқ болып кетемін стористе. Просто Инстаграм сәл қызық кетіп қалама деп жатыр. Қарапайым жан серік. Алдарыңызда. Нормально. Ал, мына жігітке қараймын да, кейде ойлаймын, сұлулықты берген кезде бірінші өзіңіз тұрдыңыз баға деп. Қайырлы түн, радиолар. Сүйіп жатыр. Кешірім қайталап. Жарайды, әзіл қоқырсын. Или әзіл емес қой. Қайырлы түн, радиолар. Біз ужинға кеттік. Сендерде почти 12 болып қалды. Кеше сүйіп жатындарды айтпадым, сол бүгін айтып қойын деген ғой. Ал, түндеріңіз тыныш болсын, бізге ас қылсын. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Мен что-то вообще түсінбедім. Қазір Қазақстанда кешкі 7. Енді бізде әлі түс қой. Бірақта мен Қазақстанда жүргенде кешке сторис салмасам іздейтін. Ешкім жазып айтып тұрса, кетіп қал. Всегда сендер маған ұрсасыңдар ғой, ренжейсіңдер. Сторис қайда деп. Қазір сонда. Алла. Реклама салып жіберейін ба осы тура, а? Ал не болды ал? Өздерің кінәлі. Іздеу керек еді. Үйсіз жазып қойсаңдаршы бәсе, мен демалсын деп атқан шығарсыңдар, айтпесе мен қалай сақын болуға болады. Мен қалай іздемеуге, не қарап отырсың? Нормально? А так, демалыс действительно кайф болып жатыр. Негізі қаланың суетасынан шаршаған кезде демалу керек 4-5 күн. Өйткені ол перезагрузка міндетті түрде жаңа шабыт, жаңа энергия алып келеді. Сенің ақылды досың десек. I'm sorry. Ой, роднойлар везде десе вот, везде ғой, бүкіл жерде. Роднойлар іздеме. Нормально, родной, айта бер. Жаңа ренжіп отырмын ғой, роднойлар іздемейді. Красавчик. Штангист бауырымыз екен. Сәттілік саған, чемпион бол. Кайф жүр ғой кәдімде, ка? Өлі? Қашқет қалдың? Ой, бая! Кинодағыдай ма не? Әне, ойбай.